Халықбанк қазақстандықтарға ақша таратып жатыр. Оны алу үшін Қазақстан Республикасының азаматы болуыңыз керек, жасыңыз 18-ге толу керек, осы жеткілікті. Сол кезде кез келген адам Халықбанктан ақша ала алады. Біз оны дивиденд деп атаймыз. Ол қанша ақша таратады, оны қалай білеміз, қалай зерттейміз, осы видеоның аяғына таман айтам. Бірақ бүгін мен одан да маңызды дүниелер туралы айтқым келіп тұр. Менің кішкентай 2 жасар қызым бар. Сол қызым туған кезде мен туа салып, оған ай сайын инвестицияға портфель жинай бастадым. Яғни ай сайын басында 150 мың теңге жинай бастадым, кейін көбірек жинай бастадым. Бірақ жай ғана жинаған жоқпын. Брокерлік счет аштым. Брокерлік счетқа мен оған акцияларды сатып ала бастадым. Сол акциялардың енді қазір көп бөлігін басында америкалық акциядан жасадым, одан кейін Қазақстанның акцияларын қостым. Бірақ қызыма көбіне Қазақстанның акцияларын сатып алуға тырыстым. Неге? Себебі Қазақстанда тұрғандықтан өзі өсетін жерде, өзі тұратын жерде компаниялардың акциясын алып, сол компанияның иесі болғанын қаладым. Мен жеке өзімнің портфеліме келсе, көбіне Американың акциялары, көбіне шетелдің акциялары бар, бірақ қызымда 50-50 жасауға тырыстым. Бүгін нені талқылаймыз? Осы қызымның акциялары қаншалықты өсіп жатыр, қаншалықты пайда алып келіп жатыр, қандай дивидендтер алып келіп жатыр, солардың барлығын жеке-жеке санаймыз. Сіздерге мүмкін ол қызық болады, себебі Қазақстанның акциялары қандай табыс беретінін көрсеңіздер болады. Бірден айтайық, мен қызымның туған күні 16 сәуір, сол сәуір айынан бастап қазіргі уақытқа дейін 2025 жылдың сәуіріне 2 жылдың ішінде қанша ақша жиналыпты, яғни 2 жылдың ішінде қандай нәтиже көрсетті, соны бағалай аламыз. Американың акциялары туралы бүгін айтпаймын, бүгін Қазақстанның акциялары туралы айтам. Сондықтан да видеоның атауын Қазақстанның банктері қазақтарға ақша таратып жатыр. Яғни банктер қазақтарға ақша таратып жатыр деп қойдым. Яғни дивидендтін алсаңыздар, акциясын сатып алсаңыздар, оның түсетін дивидендтары таза пайдасын алып, өзінің акционерлеріне таратып беруді. Яғни банктер менің қызыма, қазақстандықтарға ақшасын таратып беріп жатыр. Тек қана банктер емес, әртүрлі басқа да компаниялар болады, сіздерге қызық болады деген ниеттемін. Бірақ бір ремарка айтып алайын. Мен кішкентай қызыма портфель аштым деген, оның атынан счет аша алмаймын. Мен өзімнің атымнан счет аштым, просто басқа брокерлік счетта сол жерде акцияларды сатып алып келе жатырмын. Кейін бұйырса қызым 18-ге толған кезде өзінің атына аударып беремін. Бұл бір. Екіншіден, мен айтатын дүниенің ешқайсысы ол инвестициялық рекомендация емес. Ол менің жасаған дүниелерім. Ол жасаған дүниелер тура солай бола ма, тура солай болмай ма, мен білмеймін. Бірақ сіздер әр акцияны, әр компанияны өзіңіз инвестиция жасағанда зерттеуіңіз керек. Яғни, мынау маған келе ма, мынау келмей ма, бұл қандай табыс береді, бұл қандай табыс бермейді деп мен зерттеймін. Мен студенттерім, мен енді сабақ беремін, курс беремін, курсым бар да. Осы курсымдағы студенттерім зерттейді. Ол студенттерім уже ақырындап дивидендтарын алып жатыр. Уже пассив кіріс жасап жатыр. Бірақ пассив кірістен бөлек олар капитал жинап жатыр. Көпшілік студенттерімнің мақсаты 15 жылда, 20 жылда $1 миллион деген капиталға жету. Ал $1 миллион деген капитал ол анандай жылдан болатын дүние емес. Әдетте мен бір досым бар, ислам деген, сол бір жақсы сөз айтады. Баю деген ол скучный, нудный жұмыста, яғни ол жылдам емес, баяу жұмыс. Бірақ сен байысаң, ол сенің өміріңді прям өте жақсы нәтижеге жеткізеді. Сондықтан асықпай жұмыс жасауға болады. Осы 2 ремарка болса, давайте кірісейік. Мен ең бірінші ол қызымның инвестициясын Халық Инвест деген брокерда жасадым. Халықбанктың ішінде инвестмент деген бөлім бар. Сол жерде Халық Инвест деген брокерда жасадым. Өткенде қазір енді бүкіл акциялар, бүкіл әлемнің акциялары қазір құлап жатқан кез. Өткенде көтеріліп жатқан кезде вообще керемет болған, бірақ қазір құлап жатқан кез, сол құлап жатқан уақыттың өзінде қандай нәтиже беріп жатқан сіздермен талқылайын. Мысалы, қазір құлап жатқан уақытында 9.137.643 теңге жиналып қалған екен. Плюс 1.533.000 ол акцияның бағасы көтерілуінен, плюс еще мына жерде дивидендтар есептелмеген, дивидендтар барлығын есептеп қазір айтамыз. Оның ішінде мен де дейтін қандай акциялар бар екенін көрсеңіздер болады. Мен қазір Қазақстанның акцияларын тізіп жазайын. Мысалы, менде қандай акциялар бар? Мына жерде скрин жасап қоя салайын, чтобы сіздерге осы жерде көрініп отырады. Себебі Халық Инвестте запись экраны жасалынбайды. Оны есептеу үшін мен мынандай таблица аламын. Бұл таблицаның бірінші бөлігіне акция атауы дейік. Екінші бөліміне мен қанша ақша салдым. Содан кейін мына жерде қазір қанша болып тұр. Содан кейін мында таза пайдасы. И төртінші пунктта дивиденд. Мына жерде жалпы пайда. И соңғы пунктта процентпен қанша пайда болған көрсетейік. Сонымен менде қандай акциялар бар. Біріншісі Каспий KZ деген. Екінші
Былай қарап отырақ, менде Халық банк бар екен. Үшінші Кейсел деген бар екен. Төртінші Казатомпром, Қазақтелеком, Форте бар екен. Кегок деген бар екен. Қазмұнайгаз бар екен. Эйр Астана алып бар екен. Мынаның барлығын мен қазір теңгемен есептеймін. Бірақ бірден айтайын, кейбіреулер доллармен сатып алғам, кейбіреулер теңгемен сатып алғам. Сол үшін былай есептейік. Мысалы, мен Каспиді 92,53 деген бағадан 11 штук сатып алыппын доллармен. О кезде доллар 430 теңгеден болған. 437.666 теңгеге. 666 и плюс дейміз. Себебі Каспиді мен басқа да биржаларын сатып алдым. AX биржасынан осылай сатып алсам, одан бөлек мен басқа Касе биржасынан да алғаным бар. Соны есептейік. 43.511 теңгеден 22 штугын алған екен. 957.242. 1.394.908 теңгеге алған екен. Хорошо, ары қарай халық есептейік. Халық оңайырақ болу керек, оның барлығы теңгемен. 4653 штугын 165.93-тен алыппын. 4653-ті көбейтеміз 165.93 теңгеден алыппын. Сол кезде 772.072. Маған өзіме де қызық болып жатыр, себебі мен мұнаны бірінші рет осылай есептеп тұрмын. AX биржасынан алғаным бар екен, Халық банктың. Ол жерде 205 теңгеден 1354 штугын алыппын. 1354 көбейтеміз 205 теңгеден алыппын. 277.570. 1.049.642-ге алыппын. Хорошо, Кейселді мен 1957 теңгеден 53 штук алыппын. 103.721. Мына жерде есептеп қойдым. Мен әрқайсының сатып алған бағаларын осылай есептеп қойдым. Енді қазір қанша болып тұрған жазайық, сол кезде мен таза қанша пайда тауып жатқанымды көрсек болады да. Мысалы, Эйр Астанадан бастайық. Эйр Астана қазір 133.989 болып тұр. Қазмұнайгаз 334.880. Кегок 391.020 тұр. Форте 418.560. Енді мына жерде қызық басылады. Давайте таза пайдасы қанша болды екен, соны есептейік. Ол үшін қазіргі бағасынан мен сатып алған бағаны азайтып тастаймыз. Мысалы, Каспидің таза пайдасы 192.692 теңге болған екен. Давайте басқаларын бәрін көрейік. Арасында минуспен болғандар бар екен. Мысалы, минуспен болған мұнаны сразу қызылмен белгілеп қойық. Казатомпром ба, мынау қандай компания? Казатомпром минус 29.000 теңге бар екен. Қатты мынандай қызыл емес, давайте. 29.000 теңге бар екен. Кегок, мысалы, минус 2.000 теңге. Бағасы құлап кетті Кегоктың. Эйр Астана 14.413 теңгеге минус беріп жатыр екен маған да. Ең көп минус берген мені мынау. Ең жақсы табыс беріп жатқан мына жерде Халық банк 743.729 теңге табыс берген. Мынау Каспи 192.000 табыс берген, мынау 146.000 табыс берген. Дивидендтарын есептеп көрейік. Дивидендтары қанша болды екен? Ол үшін мен дейтін мына жерде дивидендтарын есептеу үшін Халық инвестор статистика деген бөлім бар. Сол статистикаға кіреміз. Сол жерде бізде нақты дивидендтардың барлығын ашып көрсетіп береді. Мен дивидендтарды да аяғынан бастап жазайық, чтобы қызық болсын. Эйр Астана маған бір де береді, дивиденд бермепті, бірақ биыл дивиденд береді. Қазмұнайгаз 12.292 теңге дивиденд берген, сол уақыттардың барлығында. Кегок маған 40.475 теңге дивиденд беріпті. Форте жақсы дивиденд берген шығар. Жоқ, 25.234 теңге дивиденд берген екен. Форте. Қазақтелеком 3.300 теңге дивиденд берді. Казатомпром бірде береді, дивиденд бермеген екен. Мен оны қашан сатып алғанымды ұмытып қалдым, но может жақында сатып алған шығар. Халық банктікі 222.162. Каспи 86.000 плюс $110 дивиденд, 141.000 теңге дивиденд берді. Дивидендтары қарасақ, ең көп дивиденд берген маған 222.000, ол Халық банк. Бірақ ең көп акциясын Каспи банктан сатып алғам, сондықтан Халық банк Каспидан көрі жақсы. Каспи банк болғанда Каспи Кейзат қой. Кейсел маған дивиденд беріп, ба көрейінші. Кейселда дивиденд жоқ. Сонымен енді осы жерде жалпы пайдасын есептесек болады. Жалпы пайдасына қарайтын болсақ, әлі күнге дейін минуста қалған бізде не бар? Бізде Казатомпром әлі күнге дейін минуста тұр, және Эйр Астана әлі күнге дейін минуста тұр. Сонымен мына жерде не айтуға болады? Әзірге таблицаның қорытындысы бойынша бізде ең жақсы дивиденд берген ол Халық банк болып тұрған сияқты, себебі Халық банктан қызым 222.162 теңге дивиденд алған екен. Өте жақсы, я? Каспидан 141.000 теңге дивиденд алған екен. Одан кейін Кегоктан 40.000 теңге дивиденд, Фортадан 25.000 теңге дивиденд. В общем, жаман емес дивидендтар. Егер де таза пайдасы мен дивидендтардың барлығын қосқан кезде 2 жылдың ішінде Каспидан менің қызым
206.792 теңге пайда көріпті. Ең көп пайданы халық банк беріпті, 965.891. Ол әлі биыл тоже дивиденд береді, өте жақсы дивиденд береді. Одан кейінгі пайдасы 141.402 дейді, Фортадан алған екен, 99.070 дегенді Қазмұнайгаздан алған екен, жаман емес. Кегоктан енді қатты көп емес, осындай дүниелер алған екен. Енді жалпы суммасы қанша болады екен? Бұл енді қызыма американский акцияларды қоспаған кезде тек қана Қазақстанның акциясынан жалпы суммасы 1.605.642 теңге пайда тауыпты. А ол қанша ақша салғанымыз? 4.495.440 теңге таза ақша салған. Процентпен есептейтін болсақ, тең дейміз да енді. Мына бір таза пайдасын бөлеміз. Мына бір салған ақшамызға. Сол кезде қанша процент екені шығады? Міне. Мынау 0.14 дегеніміз примерно 14.8%. Яғни Каспий деген теңгемен бізге 14.8% қана кіріс берген екен осы 2 жылдың ішінде. Бірақ енді 2 жыл деген бізге показатель емес. Мен өзім жеке портфелімде осы Каспийді соңғы бір 5 жылда алып келе жатырмын. Мына бір пайдасы бұдан бірнеше есе көбірек пайдада. Халық банк. Халық банкқа келетін болсақ 0.92, яғни 92% кіріс көрсеткен екен, өте жақсы. Кейсел 73.7% кіріс көрсеткен, Казатомпром минуста, мына жерде Қазақ Телеком 30% кіріс көрсеткен, Фортаға келетін болсақ 62.9% кіріс көрсеткен, Кигок компаниясы қатты кіріс бермепті, 9.6%, мынау 39% Қазмұнайгаз кіріс көрсетіпті, Эйр Астана минуста. Сонымен минустағылар мынандай, ең жақсы пайдаларды мен давайте мына жерге жасылмен салып қояйық. Ең жақсы пайдалар жасылмен, мынау 50%-дан жоғары пайдалар беріп жатыр да, яғни акциялар деген осылай жұмыс жасайды. Мынау да өте жақсы пайда, 39%. Өте жақсы пайда. Соны салып қойық. Жалпы 35.7%. Бұл америкалық акциялар емес, тек қана қазақстандық акциялары бізге 35.7% кіріс көрсетіп жатыр екен. Бұл өте жақсы результат теңгемен, яғни біз инфляцияны өте жақсы жеңіп жатырмыз. Плюс еще қазір 2 жыл өткен жоқ әлде, 2 жыл толық өтпеді, соның өзінде осындай нәтиже беріп жатырмыз. Сонымен менің кішкентай 2 жасар қызымның портфеліндегі Қазақстанның акциялары дәл осындай кіріс беріп жатыр, табыс беріп жатыр, өздеріңізге қолдансаңыздар болады. Енді қарайық. Сіздерге енді мен басында айттым да, Халық банк қазір бізге дивиденд берейін деп жатыр, ақша таратайын деп жатыр деп. Қайдан көреміз? Қалай көреміз? Халық банктың бір мысалында көрсетейін. Сіздер халықбанк.kz деген сайтқа кіріңіздер. Соған кірсеңіздер, қазақша болса сіздерде банк туралы деген бөлім болады. Сол банк туралыны бассаңыздар, акционерлерге деген бөлім бар. Соны бассаңыздар, 2025 жылы акционерлердің жиналысына арналған осындай проспект дейді, осындай документ бар. Сол документтің ішін қарасақ, Халық банк әлі күнге дейін бізге дивиденд береді екен. Дивиденд береді, бір акцияға 29.6 деген көрсеткішпен дивиденд береді. Яғни мен бір акцияны Халық банкта қазір просто бір мысал ретінде есептей салайын, мен қызым қанша дивиденд алады екен қосымша. Халық банктан санаңыздар менімен бірге. Халық банктың 4653 данасы бар. Бір биржадан 4653. Екінші биржада 1354. Яғни 4653 плюс 1354. 6007 үштігі бар екен. Енді ойлайық, 29.64 теңгеден әр үштігін алса, 178.000 теңге пассив кіріс Халық банктың үстінен осылай қосылады. Сол үшін бұл видеоны поделиться деңіз да, Қазақстанда тұратын кез келген 18 жастағы достарыңызға жіберіңіздер. 18 жастан асқан кісілердің барлығына жіберіңіздер. Біздің Қазақстанның ішінде тұрып, мен шетелдің акциялары бұдан бірнеше есе көп пайда береді. Шетелдің акциялары емес, тіпті жай ғана Қазақстанның акцияларынан қанша пайда тауып жатыр, қандай кірістер көрсетіп жатыр, соның өзі впечатляет. Соның өзі бұндай пайда түсу үшін, мысалы менің қызым жұмыс жасап жатқан жоқ, мен де жұмыс жасап жатқан жоқпын. Бұл өзімен өзі тұрады да, өзімен өзі көбейеді, өзімен өзі пассив кіріс береді. И Халық банк банкрот болып кетпесе, ал мен алдағы бір 20 жылда Халық банк банкрот болатынға ұқсамайды да. Қазақстанның бүкіл экономикасы Халық банкқа тиесілі да. Яғни осындай акциялар банкрот болып кетпесе, бұлар өмір бақи бізге пассив кіріс береді. Сондықтан бұны достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Поделиться деп WhatsAppта туысқандар деген группаға жіберіңіз. Сол жерден көрсін, оқысын, білсін. Да, инвестицияның қаншалықты пайдалы екен, қаншалықты бізге пассив кіріс бере алатын көрсін. Плюс еще осы компаниялардың иесі болған қандай жақсы да. Тема келесі видеода кездескенше, осы видеоның астына тағы да сізді қызықтыратын тақырыптар болса жазыңыздар, талдауға мен әрқашан ризамын.